Саламатсыздар ма қыздар, бүгінгі сабақта сухофруктыдан жасалған композициялардың бағасын қалай шығарамыз, соны үйрететін болам. Ол үшін бізге весы және калькулятордың көмегі қажет болады. Және қараңыздар, мысалы, мынау букеттің бағасын есептейік. Бұл букеттің құрамында бізде макадам жаңғағы, орех және киви қосылған. Яғни 3 зат қосылған, қыздар. Сол 3 затты жазамыз. Мысалы, кивиді мен 3000 теңгеден алдым 1 килограмын. Бірінші, екінші орех, жаңғақ. Бізде оны 1800-ден алдым. Және макадам жаңғағы. Макадами. Оның бағасы бізде 5000 теңгеден алдым. Енді міне құрамына сіз қанша зат қосасыз, соның барлығын осылай жазып аласыз. Енді осы 1 килограмм бағаларының ортақ бағасын шығару үшін, қыздар, мысалы 3000 қосу 1800 қосу 5000 дейміз да. Мынау құрамына қанша зат қосасыз? Мысалы 5 зат қосатын болсаңыз 5-ке бөлесіз. Мен нақты 3 зат қосамын. Сондықтан міне шатасы кеттім. 3000 қосу 1800 қосу 5000 тең 9800 болды. Енді осыны бөлеміз 3-ке. Сонда мына жемістердің орта есеппен бағасы осынша теңге. Яғни біз оны орташа 3500 деп аламыз. Себебі әр кезде, мысалы, кивиді 3,5-нан алып қалуымыз мүмкін, сондықтан мынандай сан шықса, қыздар, оны біз жуықтап 3500 теңге деп аламыз 1 килограмм букеттің бағасын. Міне. Түсінікті ғой. Енді упаковкасы, мысалы, бұл жерде ары кетсе 1 пачка мынандай не кетеді? Шпажка кетеді, қыздар. Шпажканы салмағын өлшейміз. Шпажка 134 грамм, бағасы 200 теңге. Скотч бізде кетеді. Мысалы, бір скотч 44 грамм, тоже 200 теңге. Және упаковка, қыздар. Қазір. Примерно мынау букетте, мысалы, 3 лист упаковка кетеді. Соның салмағын өлшеп аламыз. Упаковка 150 грамм деймін. И, мысалы, 1 лист бізде 1500 теңге ғой, бір упаковканың бағасы. Оның ішінде 20 лист бар. Сонда 1 лист бізде 75 теңге. И бұған 3 упаковка кететін болса, 75-ті 3-ке көбейтеміз. 75 көбейту 3 тең болады 225 теңге. Енді мынау упаковкалардың бағасын қосып шығамыз. 200 қосу 200 тең 625 теңге бізде упаковкаға кетіп тұр. Плюс мынау граммдарын қосып шығыңыз. Енді 134 қосу 44 қосу 150 тең 300 грамм деп жазайық примерно. Өйткені нақты упаковканы сәл көбірек болып тұрған ішінде. Бізде аз кетіп тұр ғой. 300 грамм, мысалы, осындай жаздық. Және мынау букетте мен декор ретінде мынандай шышаның осындай имитациясын пайдаланғанмын. Оны базардан 500 теңгеге алдым. Декор деп жазайын. Декор бізде 500 теңге. Декор 500 теңге. Енді, қыздар, общий букеттің салмағын өлшейміз. Қарай қалыңыздар, осы жерде мұқият. Общий букетті весіға қоямыз. Міне бізде общий букет бағасы, общий букеттің салмағы
784 грамм шығып тұр. Енді осыдан упаковканың граммын алып тастаймыз қыздар. Сол кезде таза ішіне кеткен жемістің бағасы шығады. Упаковка салмағы бізде 300 грамм, е? Енді екеуін азайтқанда, қаран 784 азайту 300 грамм, тең бізде 484 грамм жеміз. Яғни орта есеппен бұны 484 граммды біз 500 грамм деп аламыз. 500 грамм жеміз кетіп тұр. Мына жерде сонда. Енді қыздар, бізде бана орташа бағамыз 3500 теңге шықты ғой. Енді ол 3500 теңгеміз, қараңыздар, ол 1000 грамм. Нақта 1 килограммдардың бағасын жаздық қой. 1000 грамм осы араласқан сухофруктыйдың 1000 граммдағы бағасы, яғни 1 килограмм бағасы. Біз X граммның, яғни 500 граммның біз бағасын табуымыз керек. 500 грамм болса қанша теңге деген сияқты ше. Сонда X тең 3500 көбейту 500 бөлеміз 1000. Сол кезде 500 граммның бағасы шығады. 3500 көбейту 500 бөлеміз 1000. 1750 теңге. Мына жерде осы сухофруктылардың бағасы шығыпты қыздар. Қосамыз. 1750-ге қосамыз. Енді упаковкаға кететін шығынды және декорды қосуымыз керек. Сонда қараңыз, 1750 қосу 500 қосу 625 теңге десек, таза букеттің шығыны шығатын болады бізде. 625 теңге. Міне, букеттің 2875 теңге. Осы букеттің себестоимости 2875 теңге қыздар. Енді бағаны қалай қоямыз? Мысалы, базардан дайын затты алып келіп сататын болса, адамдар бірде-бір қосып сатады. Мысалы, калькуляторды базардан оптым 300 теңгеден әкеледі, сізге 600 теңгеден сатады. Ал сіз бұл жерден базардан барып алып кеп тұрсыз затты, және оны қол еңбегіңізбен жасап тұрсыз қыздар. Сіз, яғни, кем дегенде 2 есе пайда көруіңіз керек, еңбегіңіз ақталу үшін. Сондықтан 2875 1/1 ғой. Енді осыны біз 3-ке көбейтеміз. Сол кезде сататын бағаңыз кем дегенде 8625. Кем дегенде 8,5 теңгеге сатсаңыз, 9000 теңгеге сатсаңыз да мынау букетті сіздің еңбегіңіз нақты ақталады. Және жақсы пайда көресіз. И клиентке де тиімді баға. 9000, 8,5 теңге деген өте тиімді баға қыздар. Сонда 2875. Мұнаны да мысалы жуықтап алсақ 3000 болады ғой. Яғни көбейтеміз 3-ке, 3000-ді 3-ке көбейтсеңіз, сол кезде мынақта негізі 8625 теңге шықтыр. Кем дегенде осы бағада сатуыңыз керек букетті. Сол кезде сіздің еңбегіңіз ақталады. Түсінікті ғой. Мен бұл букетті 9000 теңгеге сатамын қыздар. Міне. Өзі жинақы, әдемі и новогодний тематикада. Енді келесі композиция қыздар. Келесі мынандай кружкамен жасалған композицияны да бағасын есептеуді көрсеткім келіп тұр. Мысалы, мынау бізде кружка. Кружкаға кететін шығын, соның барлығын тоже осылайынан. Мысалы, біз мынақта декорды жаздық қой қыздар, дәл солай декор ретінде жазасыз. Кружканы мен мысалы оптым базардан 500 теңгеге алдым. 500 теңге. Енді бір кружканың граммын өлшейміз қыздар. Қараңыздар. 2790 теңге. Жалпы мен қыздар мынандай сухофруктыларды бана жеке-жеке есептеп жазып көрсеттім, қанша штуктан былайынан кететінін. Ал жалпы мынандай көп әртүрлі сухофруктылар салып тұрғанса, мен орташа бағасы 4000 теңге деп есептеймін ішіндегі бағасын. Қазір біз общий кружканың бағасы граммы, общий салмағы 729 грамм болып тұр. Енді осыдан мынау 279 грамм бағана кружканың салмағы болды ғой, соны азайтып тастауымыз керек.
279 грамм. Сол кезде бізге ішіне кеткен сухофруктыйдың міне 279 450 грамм. 450 грамм сухофрукты кетіп тұр, қыздар. Мен мынау ішіне кететін сухофруктылардың орташа бағасын 4000 теңге деп аламын. Себебі мына жақта макадам, анис бар, пекан жаңғағы, манго бар, помело бар, папайя бар, инжир бар. Жалпы андай қымбат жемістер қолданған. Сондықтан жеке-жеке әрқайсысын жазып орта бағасын шығарсаңыздар болады. Жемістің мен орта бағасын немесе мен сияқты тез шығарғыларыңыз келсе, примерно осылай қойсаңыз болады. 4000 теңге орта бағасы. Жеміс 4000 теңге 1000 граммы. Қыздар, енді мына 450 граммның бағасын шығару үшін 2 теңге дейсіздер. Және біз x табамыз 4000 көбейту 450 бөлеміз 1000-ға. 450-ді көбейтеміз 4000-ға, бөлеміз 1000-ға. 1800 теңге мына ненің бағасы шықтыр. Найған кеткен жемістің бағасы. Енді бұл жерде упаковкаға көп ақша кетпеген. Лента мен сыртына орайтын кленка және шпажка кетеді. Примерно оның бағасында, мысалы, оазисті, бұл жақта ортасына оазис кетіптір. Оның бір штуғы, мысалы, 400 теңге. 400 теңгенің біз 6-дан бірін пайдаланып тұрмыз ғой. 400-ді бөлеміз 6-ға. Оазисіміз 60 теңге деп жазайық. 60 теңге. Кленкамыз, упаковкасы. Кленка бір 10 теңге деп жазайық. Одан да аз шығар. Лентамыз тоже бір 10 теңге деп жазайық. Және шпажка кетеді бізде. Шпажка примерно 200 теңге деп жазайық. Бір пачка шпажка кетеді, но примерно жазайық. Жалпы упаковкаға бізде сонда 60 қосу 20 қосу 200. Ойбай. Ой, көбейтуді басыватым ғой. 60 қосу 20 қосу 200. 280 теңге упаковкаға кетіп тұр, қыздар. Енді мына заттарды қосып шығуымыз керек. 1800 теңге жеміс, қосу упаковкасы, қосу бізде кружканың бағасы 500 теңге. Сол кезде осы композицияның шығынының бағасы шығады, қыздар. 500 қосу 1800. 2580 теңге. Композицияның орташа примерно бағасы осынша шықтыр себестоимости. Енді бұны кем дегенде 2-ге көбейтіп сатсаңыздар болады. Мысалы, 2-ге немесе 3-ге көбейтіп шығарсаңыздар, еңбектеріңіз ақталады. Бірақ мен бұл композицияны сіздерге кеңес берем, арзан бағада жасауға, себебі көп нелеріңіз кетпейді. Шпажкада аз кетеді, жалпы көп уақыттарыңызды алмай тез-тез жинайтын затта. Сондықтан мен бұл композицияны қазір 6000 теңгеден сатудамын. Қыздарына шыққан санды кем дегенде 2-ге көбейтсеңіздер, еңбектеріңіз ақталады. 2580, мысалы, көбейту 2. 5160 теңге шықтыр екен, да? Мысалы, 5,5-нан 6000-нан сатсаңыздар нормально. Мен бұл композицияны 6000 теңгеден сатудамын. Дәл осылай қандай декор қосасыздар, өздеріңіз осылай қосымша жазып, граммын өлшеп, дәл осылайнан бағасын шығарасыздар, қыздар. Барлығы түсінікті деген ойдамын. Сіздерге сәттілік.